Ал қыз келіншектер, неге менен етті сұрайтын едіңіз, қалай атайды деп. Мынау төс деген болады, оны күйеу балдарға асады, оны білетін шығарсыңыз, бірақ төстің қандай болатынын кейбір қыз келіншектер білмейді екен. Ал мынау ортан жілік деген болады. Екінші табақ тартылғанда екінші жілікке жүреді. Мынау сірә жамбас, ол бірінші табаққа жүреді. Жақсылап скриншоттап алыңыз, білмейтін қыз келіншектер үшін. Осы видеоны арнайы сіздің үшін түсірдім. Мынау деген кәржілік болады. Бұл кәржілікті шамалыға белінен шауып қуырдаққа тастамаймыз. Ал мынау асық жілік киквастан. Мына сүбе қабыртқа. Қабыртқаның мына сүбесін жұлып алсаңыз ерсі болып қалады. Сондықтан әрқашанда сүбе деген абыройлы болып тұрсын деп дәл осындай қылған дұрыс. Мынау әйел адамдарға тартатын жаурын, құдағайларға тартатын жаурын. Мынау тоқатай. Тоқатайды келін, кепші, қыз сондайларға тартыла беретін кішкентай жілік. Мынау шошақ омыртқа делінеді. Мынау бел омыртқа. Ал білмеген жеріңіз болса, тағы да сұрап отырсаңыз, алдағы уақытта осындай видеоларды көрсетем ғой. Мына құйымшақ деген болады, қыздардың